Қайырлы күн достар, бүгін біз Зейнел Әліпбекұлы ағамыздың арқасында Казмедиаға келуге мүмкіндік туыпты. Сол енді Карина екеуміз универдің дикторлары ретінде радиосы жазып жүрміз. Енді қазір Казмедианың ішіне кіріп, радиоларына шолу жасап, радио жазып көретін боламыз. Ережесі Казмедиаға кірген кезде ең бірінші көзге түскен ол Казмедиа деген үлкен жазу. Оған көрген кезде жүректе андай айтарлықтай бір түрлі сезім пайда болды. Сосын одан кейін осы экскурсияда бізде Казмедианың тарихы туралы айтылды, оның ішінде деген адамдары туралы айтылған кезде жүректе кәдімгідей айтарлықтай із қалдырған түсінік кетеді кезде. Мысалы, бұға Казмедиаға кіргенде бірінші сол адамдар сөйледі ғой, өміріне жылу деген андай қайсың екен, таза. Бұл жерде таза өзімізді тілімізде, ана тілімізде сөйлеп, андай істетсеген жаңа қайсың екен, әдеби сөзде, әдеби тілде сөйлейді. Бір-біріне деген жылулықтары, соған кейін осы төрт шағат көтерген кезде жаңа өзіміз зиялы тұлғаларымызды көріп, жаңағы осы радиоға қосқан үлестерін көріп, енді білмейтін ақпараттар да бар, соларды білдік. Asgari İsmail Türk'ün orası тіліндегі жаңалықтар жүргізеді. Бізде Мұхаммед Батауұлы қазақ тіліне білім ғарифқызы ондан келді. 18 жыл ма неше? 20 Айран университеттің студенттері Абар Карина өте созған мектепте ондан студенттер бізде радио туралы Так, сегодня мы находимся в радио. В эфире Базарбеков Санжар. Касым-Жомарт Токаев подписал указ. Тамара Дюсенова перешла в администрацию президента. Ее назначили помощником главы государства. Также заместителем премьер-министра назначен Ермек Кошербаев, ранее занимавший должность акима Восточно-Казахстанской области. Соответствующий указ подписал президент. Кішкене қобалжу болды, бірақ та оған қарамастан бұл жерде барлық качественный, микрофон качественный, звукомонтаж сразу же, как бы результатты көрген кезде уже кішкене керемет әсерде аласың. Переживания, ручки дрожат, но очень приятное впечатление оставило это место. Особенно, когда записываешься в студии.